Сарай Ньюс. Сәлем достар! Қалайсыздар? Достар, дәл қазір Аяз атаға армандарыңызды айтып алыңыз. Тезірек, тез. Не істеп отырсың? Вау! Мә, қане, мен де істеп көрейінші. Тезірек, тез. Достар, жаңа жылы армандар орындалады. Қане, сендер де айтып көріңдер. Мен жаңа жылға мен Аяз атадан ұмытып қалдым. Керімсал, сен дұрыс жасап атқан жоқсың. Өзіңе неге сенбей атсың? Сену керек. Туф, Ақбике шықпай жатыр. Керімсал, сен Аяз атадан не сұрадың? Мысалы, жаңа жылдық шылық. Керімсал, сен ол затты елестетіп көрсей, сол затпен ойнап көр. Алақай, ура! Мен тағы ханшайымның көйлегін сұрадым. Ура! Алақай! Бірақ компьютерде керек қой. Ақбике, бізді көрермендер күтіп қалды. Өтініш, кішкене шыдай тұрш, өтінем. Кешіріңіздер, қазір бастаймыз. Ақбике! Жарайды, ендеше жаңалықтарымызға көшейік! Достар, желтоқсан айы өте қызықты өтті. Иә, дұрыс айтасың, ендеше қуаныш жаңалықтардан бастайық. Сарайымыздың жас өнерпаздары Дубай қаласында өткен халықаралық байқауда жеңімпаз атанды. Қандай күшті ойландар, әлем сахнасында ұлттық аспабымыз жетіген ойнады. Керемет әндер орындады. Керімсал, бұл менің ең үлкен арманым ғой. Және ол армандар орындалады. Керімсал, сен де бірнеше рет сондай байқауларға бардың ғой? Қандай болды? Айтшы. Басында сахнаға шыққанда қобалжисың. Бірақ онда ұмытып кетуге болады. Сенің қолыңнан келеді, Ақбике. Рахмет, айтпақшы, жеңімпаздарымыз бізді көріп атса, сәлем жолдаймыз. Біз сіздермен мақтанамыз. Жаңа жыл қарсаңында біздің көптеген достарымыз бірнеше телеарналарға барып келді. Бірнеше? Иә, олардың арасында мен де болдым. Балапан, Алматы, Астана телеарналарында өнерін көрсетті. Мен неге шақырмайсың? A few moments later. Ақбике, не болды? Ренжіп қалдың ба? Жоқ, жай шашымды тарып келдім. Ай, қыздар-ай. Мә, мынау менен саған сыйлық. Жарайды, кешірдім. Сонымен не істедіңдер ол жақта? Абырой деген топ танисың ба? Иә. Солармен рух деген әнді айттық. Ендеше бірге айтайық. Тасып жатыр бойында. Жаңа жылда осындай концерттерді қалдырмай көрем ғой. Қандай күшті. Иә, ерекше мерекелік көңіл-күй сыйлайды. Достар, айтыңдаршы, бәріміздің үйімізде солай шығар, ас үйде аналарымыз дәмді тамақтар, салаттар дайындап жүреді. Ал телеарналарда осындай концерттер қосылып тұрады. Жаңа жыл сонысымен қызық. Дұрыс айтасың, достар. 31 желтоқсанда Астана арнасында біздің өнерлі балаларымызды көре аласыз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын! Керімсал, сен Аяз ата болсаң, балаларға қандай сыйлықтар беретін едің? Өте күшті кітаптар, және ойыншықтар мен ең тәттілер берер едім. Мені ұмыт кетпейсің ғой? Әрине, мен ең алғашқы өз серігіме берем ғой. Керімсал, білесің ба? Әр ел әр түрлі жаңа жылды қарсы алады. Мысалы, Испанияда түнгі сағат 12-де 12 дана жүзім жейді. Әр жүзім бір айдың сәттілігін және бақытын білдіреді. Ал мен дәл сол кезде 12 жүзім, және де 12 мандарин, және де 12 түрлі кәмпит жередім. Ал сен табақ сындыру деген дәстүрді естіп пе едің? Жоқ, естімеппін. Оны не үшін жасайтынын айта кетейін. Данияда адамдар өзінің көршілеріне немесе достарының үйіне барып, ескі табақтарды сындырады екен. Және де бұл достықтың күшейтуіне әкеледі екен. Мә саған, енді байқамай ыдыс сындырып алсам, анама айтатын едім. Бұл сәттілік әкеледі. Сонда шпайтын еді.
Ай, білмеймін, көрерсің енді өзің. Эквадор деген мемлекетте қуыршақтарды өртеу деген салт бар. Ол қалай тағы? Адамдар өткен жылдың қиындықтарынан арылу үшін ескі киімдер немесе қағаз қуыршақтарды өртейді. Ал сен өз қуыршақтарыңды өртер ме едің? Мысалы, сен егер табиғат құбылысы болсаң, қандай таңдар едік? Мысалы, жел, жаңбыр, күн немесе қар. Мен жаңбыр балалардың, себебі жаңбырдан кейін кемпір қосақ шығады. Сен тал екенсің, иә? Иә, мүмкін, солай сияқты. Құбыланасың ба? Иә. Мен сенің мінезіңді түсініп алдым. Қандай екен? Жаңбыр таңдайтын адамдар өте сезімтал болады, және сен достарыңа көмектескің келеді. Жаңбыр тазалықтың символы, және сен жалғыз қалғанда өте көп ойланып қаласың. Иә, ол дұрыс. Стоп, Ақбике, сен осы психолог болып кеткен жоқсың ба? Иә, қазір трендтен қалмау керек. Психологияны зерттеймін деп шештім. Жақсы, психолог Ақбике. Білесің бе? Осы 2025 жылан жылы өте қызықты болмақ. Не үшін? Өйткені жылан жылы табандылық пен даналықтың символы екен. Ежелгі аңыздарда жылан сәттілік пен жаңа мүмкіндіктерді білдірген деседі. Керемет, ендей армандарымыз орындала берсін. Иә, дұрыс айтасың. 2025 жылдан көп жетістіктер күтеміз. Ақбике, қара, мен арыстан даусын сала аламын. Қайсы? Охо, қара, мен де сала аламын. Достар, біздің сүйікті мультфильм Арыстан патшаның жаңа бөлімі шығыпты. Бұл фильмде Симбаның әкесі Муфасаның өмірі баяндалады. Кішкентай кезімде осы мультфильмді қайталап көре беретін едім. Я, мен де Тимон мен Пумбаның позитивін қалай ұмытасың? Айтпақшы, дәл осы кино әлемінің ең үздік 100 әндер рейтингіне кіреді екен. Достар, ал келесі мультфильмде Муфасаның қалай патша болғаны, оның жастық шағы мен қиындықтары баяндалады. Жаңа жыл алдындағы ең әсерлі оқиғалардың бірі болмақ. Мультфильмнің еліміздің барлық кинотеатрде көруге болады. Достар, сонымен қатар қазақша дыбысталған нұсқасында көре аласыздар. Ал мен тезірек өзіме билет сатып алайын. Ал мен көріп қойдым. Ла-ла-ла. Жұлдызды қонақ Айдары. Құрметті достар, бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз ол әрине танымал блогерлер Жансая мен Іңкәр. Жансая мен Іңкәр, қош келдіңдер. Қалай? Өте жақсы, шақырғандарыңызға рахмет. Блогерліктің ең қиын және қызықты тұстарын айта кетсеңіздер. Негізі блогер бұл оңай деп ойлайды көбісі, бірақ оның қиын жақтары да бар. Мысалы, дұрыс емес кадрлар болуы мүмкін, локацияны дұрыстау керек, звук барлығына дұрыстап мән беру керек. Және де шаршайсың, ұйқың келеді. Өте керемет. Іңкәр, Жансая, мен сендер бұрыннан бері көріп жүрмін, сендердің видеоларын өте күшті. Сендерге идеялар қалай келеді? Негізі идеялар біз TikTok-тан да, Инстадан да, фильмдерден аламыз, немесе өзіміз ойлап табамыз. Көбінесе көрермендерге не қызық болады деп, тіпті анамыз да бізге көмектеседі. Сендерге аналарың қалай көмектеседі? Бізге киім жағынан, тағы да рөл жағынан, және де грим жағынан көмектеседі. Режиссер сендер кім? Бізде режиссер да, стилист, звук барлығы біздің анамыз бізді қолдап, үнемі жақсы көріп жүреді. Аналар мың жасасын. Сендер блогерлікпен неше жыл бойы айналысасыздар? Бізге 3-4 жыл болды. 3-4 жылда қандай қиыншылықтар мен жетістіктер көрдіңіздер? Негізі қиыншылық басында біз негізі бір пародия түсіріп бастадық. Сосын бізге ұнады, және де ол Инстада және TikTokта атып бастады. Бізге подписчиктер көп келді. Біздің туысқандарымыз, жақындарымыз, ата-анамыз бізді қолдағаннан кейін біздің шабытымыз ашылып, видеоға деген прям жүрегімізге жақын болып, осылай бастап кеттік. Ал жетістігіміз киноға түсіп, неше түрлі каналдарға бардық. Қандай кино? Мысалы, ұл болсын, асау, тасқын, Нури Камал, Серпін, Гипербала, Максим Махаббат, сыныптастар. Жетігүл, бір үйдің балалары. Қандай еңбек жасарыңыз қаншада?
Менің жасым 14-те 8-ші сынып оқимын. Ал менің жасым 10-да 5-ші сынып оқимын. 3 жылдың ішінде соншама жаңалықтар. Иә, бізге осыған көмектескен анамызға, ата-анамызға рахмет, бізді қолдап жүрген. Қазір негізі көп балалар бізге де еліктеп, блогерлерге еліктеп түскісі келеді, бірақ ата-аналардың уақыты жоқ болып, көбінесе уақыт бөле алмайды. Сендер өте қызық видеолар түсіресіңдер. Рахмет. Жастық қойып алады да ішіне. Сосын ой қызым қалайсың деп екеуі қызықты бір видеолар түсіреді. Негізі біз рөлге қаттырақ ұқсау үшін соған ұқсайтын киімдерді, анамыздың, әкеміздің киімдерін киіп, тіпті үлкен болып көріну үшін жастық салып, мұрт салып барлығына дайынбыз. Және де Жансая қыз болу жарасады да, маған ұл болған жарасады. Ең көп қаралым жинаған видеоларың қандай? Бізде инстада ең көп қаралым жинаған видеомыз 31 миллион. Мәсан. Және де ол видео бізде анау доп-доп-доп видеолар көрмедім сол. Іште жастық сап іңкәр ойнайды, мен бүйтіп Алма кесіп. Вот балалар қорқады ғой камерадан. Қорқпас үшін не істеу керек? Қандай жаттығу жасау керек? Негізі бұл жағдай біздің де басымыздан өтті. Камерадан басында қорқатынбыз. Мысалы, мектепте жүрген кезде біз тақпақ айтатын кезде видеоға түсіруші еді ғой. Сол кезде мен қатты қорқадым. Одан кейін осылай ашылып, бізді қолдағаннан кейін шабытымыз артып, осылай нормально жүреді. 2024 жыл сендерге не алып келді? Бізге 2024 жыл көптеген проекттер, табыс әкелді, яғни жемісімізді көріп жатырық, және де көптеген достар алып келді. Ал енді 2025 жылға қандай жоспар бар? Тағы да басқа киноларға түсіп, сосын одан сайын өзіміздің дәрежемізді көтеріп, инстада көп 100 000 подписчикке жету. Ал қазір сендерде подписчик қанша? Бізде қазір, яғни анамыздың аккаунтында біз бірге салып жүреді, сода 82 мыңдай болды, және де общий аккаунтта бізде 40 мыңдай болды. Сүйікті актер немесе актрисаларың бар ма? Мен бұрында Дариғаға еліктедім. Ал мен Қанат ағамыз. Ездуға. Енді сол кезде біз видеоға түстік қой, сол кезде соған еліктедік. Ең басында біз Жездуға сериалынан пародияны содан бастадық. Сол бізге қатты ұнайтын, іңкәрғанда Қанат ағамыз қатты ұнайтын. Бір пародия көрсек сендерден? Біз Жездуға сериалындағы біз бір үзіндісін сондайық. Кеттік. Барайықшы. Кофеге барайықшы. Кофеге барайықшы. Өнесін? Кофеге барайықшы. Қойсай! Кофеге барайықшы дейм. Ой, сенде. Кім? Кофеге айда шыққан. Жарайсыңдар, таңғалдырдыңдар. Біз сендерге ризамыз. Рахмет көп-көп. Жұлдызды қонақ Айдара. Ал ендеше Жансая іңкәр, біздің сендерге шағын ойынымыз бар. Ойынның шарты біз сендерге сұрақ қоямыз, ал сендер оның кім екенін анықтайсыңдар. Яғни көрсетіп тұрамыз, Дайынбыз ба? Кім көп ұйықтайды? Кім көп инстаграмда отырады? Екеуіңде ма? Кім көп әзілдеседі? Кім күледі, бірақ тоқтай алмайды? Кім көп ашуланады? Жансая сен ба? Түріне қарса ұқсамайтын сияқтысың шота. Енді үйде басқашалықпын. Кім жиі фотосессия жасайды? Кім көп кешігеді? Кім өте пысық? Кім көп әңгіме айтқанын ұнатады? Екеуің де әңгіме айтқанын ұнатады екенсіңдер, керемет. Жансая іңкәр, ал ендеше біздің көрермендерімізге жаңа жылға тілек айтсаңыздар. Құрметті көрермендер, біздің оқырмандарымыз, тіпті біздің фан аккаунттарымыз бар шығар. Сіздерге жаңа жылға көптеген жақсылық тілейміз, денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен жаңа жылды күшті атап өтіңіздер, сабақтарыңыз бес болсын. 2025 жақсы болып, адамдарымыздың бәрі аман болып, ауырмай, бай болыңыздар. 2025 жыл құтты болсын.
Ал ендеше достар, Сарай Ньюстың екінші бағдарламасы да аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Наступила холода, қар жауып тұр далада, ла-ла-ла.